Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 3 түрлі салат әзірлейтін боламыз. Бұл салаттар өте жылдам әзірленеді. Бірінші салатымызға керекті заттарымыз кинза, қызыл жуа, фета, кукуруз және зәйтүн майы. Кинзамызды майдалап турап аламыз. Кинза ұнатпайтын болсаңыздар, укроп не петрушка алуға болады. Қызыл жуамызды да майдалап тураймыз. Қызып тұрған табамызға аздап зәйтүн майын құясыздар. Майымыз қызған кезде кукурузамызды саламыз. Кукуруза міндетті түрде суы төгіліп, бірнеше рет мұздай суға жуылу керек. Пештің режимін ортасына қойып, 1 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Дәмдеуіштен орегано себуге болады. 1-2 минут араластырып алғаннан кейін майдалап туралған қызыл жуа мен кинзаны салып араластырып пешімізді өшіреміз. Салатымыз әбден суығаннан кейін тарелкамызға салып, үстіне фетамен оформление жасайсыздар. Осымен кукурузадан жасалған салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Келесі жасалатын салатымыз мүлде оңай жасалатын салат. Екінші салатымызға керекті заттарымыз кукуруза, жақсылап жуылған қызыл фасоль, майонез және кириешки. Үлкенірек ыдысқа заттарымызды салып, үстіне майонезімізді қосып араластырамыз. Тұз, бұрыш себілмейді. Бұл салатымызды түскі асқа немесе кешкі асқа жасауларыңызға болады. Дәмі өте керемет, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осымен екінші салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Үшінші жылдам жасалатын салатымыз қызылша мен фетадан жасалады. Бізге керекті заттарымыз қызылша, жаңғақ, руккола салаты, фета, 1 дана сарымсақ, зәйтүн майы және бальзамический уксус. Қызылшаны мен духовкада фольгаға орап 1 сағат пісіріп алдым. Осылай пісірген жағдайда қызылша барлық витаминдарын сақтап қалады. Қызылшаларымызды тазалап, қатты ұсақтамай, көбік қып тураймыз. Заправкасына 1 дана сарымсағымызды майдалап турап, немесе чеснодавкадан өткізіп, 2 ас қасық зәйтүн майын және 1 ас қасық бальзамический уксусты қосасыздар. Егерде сіздер заправкасына зәйтүн майын молырақ қосқыларыңыз келсе, шамалы тағы да қосуға болады.
Руккола салатын тарелкамызға әдемілеп саламыз. Керек емес жапырақтарын алып тастауларыңызға болады. Үстіне жаңағы жасаған заправкамыздан аздап қосып қоясыздар. Руккола салатымыздың үстіне кубик қып тураған қызылшаларды саласыздар. Қызылшадан кейін фетаны салып, грек жаңғағымен әсемдеп, қалған заправканы үстіне құясыздар. Салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.